Астанада сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Қайырлы күн, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Самұрық-қазына мемлекеттік қоры бұған дейін Қайрат Боранбаевқа тиесілі болған Азия Газ Чунжа жеке шекеулі серіктестігі газ тараушы компаниясына иелік етті. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі хабарлайды. Азия Газ Чунжа Қайрат Боранбаевтың мемлекет меншігіне өткен ең ірі активтерінің бірі. Компания 2014 жылы құрылған болатын. Компания табиғи газды тасымалдаумен ауыл ішіндегі орта және төмен қысымды газ тарату желілерін салумен айналысады. Павлодардағы тергеу изоляторында кәмелетке толмаған қызын қайта-қайта зорлаған үшін сот шешімін күтіп отырған ер адам өз көзін ойып алды деп хабарлайды Закон.кз. Сот қылмыскер әкені 20 жылға бас бостандығынан айырды. Сот отырысында ол өз кінәсін мойындап барлық қылмысты мас күйінде жасағанын түсіндірді. Жәбірленушіге 5 миллион теңге моральдық зиянды өтеу туралы талаптармен толық келісті. Ол жасаған ісіне шын жүректен өкінеді. Жәбірленуші қылмыстарын 2021 жылдың ақпаннан 2023 жылдың мамырына дейін болғанын айтты. Ақмола облысында автокөлік пен пойыз соқтығысып 3 адам көз жұмды деп хабарлайды облыстық полиция департаменттің баспасөз қызметі. Тағы 3 адам түрлі жарақатпен Степногорск қаласындағы ауруханаға жеткізілді. 1 қарашаға қараған түні Степногорск заводской жолында Audi автокөлігімен 3 бос цистернасы бар локомотив соқтығысқан. Аталған оқиғаға қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Осы және өзге де жаңалықтар келесі сағатымызда. Айжан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Қостанай, Көкшетауда +4, Павлодар мен Екібастұзда +6, Түркістан, Шымкентте 17, Таразда 14, Қызылордада 13 градус жылы, Атырауда +9, Ақтауда 16, Ақтөбеде 7, Орал, Семей, Өскеменде +5, Қарағанды мен Теміртауда +3, Жезқазғанда 6, Балқашта 7 градус жылы, Талдықорғанда 12, Астанада +4, Алматыда 15 градус жылы. Авторадио. Тек алға қозғалыс.